Енді мерекенің және мерейтойдың көп болған жақсы ғой әсете. Биыл елімізде бірқатар қоғам қайраткері, зиялы қауым өкілдерінің мерейтойы аталып өтеді. Иә, биыл жазушы ақын Бейімбет Майлиннің 130 жылдық мерейтойы. Осы орайда алматылық мектептердің бірінде әдеби сазды кеш өтті. Кешке тілшілер де қатысып қайтқан екен. Ендеше достар, сюжетке назар аударайық. Ал кеттік. Биыл жазушы, ақын, қазақ әдебиетінің қалыптасуына зор үлес қосқан қаламгер Бейімбет Майлиннің туғанына 130 жыл толады. Осы айтулы датаны ескере келе, Наурызбай ауданындағы нөмірі 208 мектеп гимназиясы жазушының шығаның белгісі повесі бойынша әдеби сазды кеш ұйымдастырды. Бұл шығарманы алған себебіміз, бұл мектеп бағдарламасында 9 сыныптарда оқытылатын шығарма болғандықтан, балалар толыққанды оқып, сол шығарманы толық түйсінсін, сол кездегі жастардың пәктігі, жастардың ақылдылығы, шыдамдылығы, сол кездегі махаббатқа деген адалдығын көріп, көздеріне елестетсін деген мақсатта осы шығаның белгісін таңдап алып отырмыз. Талқылай клубы талқылап, ең бірінші біздің мектебімізде драма үйірмесі жұмысын ылғи жақсы жетістіктермен көрсетіп келе жатыр. Әріптестерімізбен ақылдасып, осы шығаның белгісін қоюға бел будық. Мектеп ұжымы Бейімбет Майлиннің шығармасы желісінде қойылым сахналап қана қоймай, әдеби сазды кеш ұйымдастырды. Осылайша оқушылар жалынды жырлар арқылы патриоттық рухты көтеріп, лирикаға толы өлең жолдармен көрерменге махаббат сезімін ұғындырды. Мен бұл шығармадан Шұғаның белгісі шығармасындағы бас кейіпкер Шұғаның рөлін ойнадым. Бұл рөлде сипатталған Шұғаның сипатын өзіме ұқсатам. Өзімді сол рөлге келемін деп ойлаймын. Барынша кіруге тырыстым рөліне, Шұғаның кербездігін, оның керемет мінезін көрсетуге тырыстым. Шара республикалық оқуға құштар мектеп жобасы аясында ұйымдастырылған екен. Кешке Қазақстан жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары Нұржан Қуантай және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Серік Нұғман келіп, оқушылардың өнеріне оң бағасын берді. Сондай-ақ кеш қонақтары Бейімбет Майлиннің шындыққа толы мәңгілік шығармалары төңірегінде ой бөлісті. Шұғаның белгісін қою бізде көп талқыға түсті. Нағыз классикалық шығарма. Басында ойладық, мектеп балаларына кішкене қолайсыздау болар ма екен деп. Сонымен жазу барысында мейлінше мектептің балаларына лайықты және балаларға ақыл кеңес болатындай етіп жазып осыны қойдық. Ғұлама жазушы Мұхтар Әуезов өмір шындығын, адамдардың типтік бейнесі жасауда Бейімбетте ешбір жазушы шынайы суреттей алған емес деген екен. Би ағаның бір ғасыр бұрын көтеріп, әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған осындай шығармаларын сахналаудың маңызы зор. Себебі біз осы сынды қойылымдар арқылы өскелең ұрпақтың бойына мәдениетті, өнерді тартып сыйластыққа, құрметке, ізгілікке баулай аларымыз сөзсіз.